Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай пиццаның рецептісін бөліскім келіп отыр сіздермен. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, әрі жасалу жолы да қиын емес. Сондықтан да жасап көруге кеңес беремін. Үй ішіңізді, балаларыңызды жасап көріп қуантыңыздар. Видеода көріп отырғандарыңыздай өте жұмсақ болады, әрі дәмі енді сөзсіз болады, күшті. Алдымен біз ыдысымызға жылы сүтті және жылы суды қосамыз. Жылы болуы міндетті, себебі біздің қамырымыз жақсы көтерілуі үшін. Және де қантты, тұзды және ашытқымызды салып, сұйық майымызды қосып, барлығын араластырып аламыз. Барлығы араласып кеткен соң ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеуіміз керек. Алдымен осылай вилкамен, содан кейін қолмен қамыр илеп аламыз. Егер сіздерге видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен өте тез дайын болатын, 10-15 минутта дайын болатын пиццаның рецептісінде бөлісемін. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Осылай жұмсақ қамыр илеп болған соң, оның бетін жақсылап жауып, ыстық жерге 1 сағатқа кем дегенде қоямыз. Менде 1,5-2 сағаттай тұрды, осылай әдемі болып көтерілді. Және де енді оны екіге бөліп, ұнды астына салып, оқтаудың көмегімен жақсылап жұқалап жайып аламыз. Енді оны майланған табамызға салып, соусын жағып шығамыз. Соус менде кетчуп және майонез. Кетчуптың орнына томат қолдансаңыздар да болады. Дәмді болып шығады. Содан кейін үстіне мен колбаса және де помидорды салдым. Өздеріңіз қалаған начинканы салсаңыздар болады. Фарш немесе тауықтың етімен жасауға да болады. Мен осылай жасадым. Біздің үйдегілердің барлығы жақсы көріп жейді. Пицца пепперони сияқты болып шығады. Және де оны пісіріп аламыз. Ол піскенге дейін біз сырымызды 40-тан өткізіп аламыз. Қалаған сырды қолдансаңыздар болады. Мен моцарелла сырын қолданамын. Және де ол созылмалы болып, әдемі болып шығады. Осындай кішкентай түрінен өткіземін 40-тың. Пісуіне бір 5-10 минут қалған кезде сырымызды салып, сырымызды ерігенше пеште ұстаймыз. Содан кейін біздің пиццамыз дайын болып шығады. Жасап жатсаңыздар аз болсын, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің арнамнан бенто тортының рецептісін күтіңіздер. Қазір хит болып жатқан өте дәмді сондай тортты жасаудың жолын көрсетемін.